Так, саламатсыздар ма? Бүгін бізде Эйбот архитект анализаторда контрольный данныйларын қалай енгіземіз. Сол бойынша видео болады. Так, бірінші кезекте бізде аппарат қосылып тұру керек. Режим, екі түрлі режим, готов немесе офлайнда, немесе автономный деген режимде тұру керек. Сіздер работада оны өзгерте алмайсыздар. Так, сосын оператор үлкен буквамен админмен кіру керек. Админ и пароль тоже да админ болу керек. Немесе ADM. Так, бірінші кезекте бізде контроль қандай? Бізде контроль мультичем S+, осындай бірінші уровень. Бізде 3 түрлі уровеньде болады. Екінші және үшінші уровень. Вот. Біз осы контрольдің данныйларын енді приборға енгіземіз. Ол үшін қайда кіреміз? Бірінші система, сосын конфигурация. Сосын бізде мына жерде соңғы үшінші пункт настройка ККК. И бізде осы жерде контроль качества многокомпонентті болғандықтан, контроль качества многокомпонентті осы жерден бізде мультичем контроль уже енгізіліп қойған. Осыны значение өзгертеміз немесе кей значениелерін туралаймыз. Так, конфигурация деген басамыз. Бізде мультичем бірінші уровень. Так, давайте бірінші проблема болып атқан креатин реагент алып көрейік. Так, креатинин қайда бізде? Креатинин и мұнда внести данные деген кнопка бар. Соны басамыз. И осы жерде бізде ең бірінші керек болатын диапазон контролі. Бұны біз қайдан қараймыз? Бізде контроль качества, так, 144-ші лот, 144-07-24-1, бірінші уровень. Каждый контрольда өзінің комплектісінде таблица, значениелер жазылған таблицасы бар, қағаз шығады. Ол болмаса бізден электронды сұрасаңыздар, біз сіздерге электронды жібереміз. Так, бірінші уровеньде 144-ші лотта қазір көріп алайық, қандай значение тұрғанын. Так, бір минут. Так, креатинин бізде. Креатинин. Так, қағазда қарасақ, бізде креатиннің мына жерде әртүрлі лоттармен реагенттің әртүрлі түрлері бар. Біз именно қайсысын аламыз. Сіздерде барған реагенттің өзінің лот номері бар. Мысалға, мына реагентте креатинде 04S95T реф деген тұрады. Осы лот бойынша біз значениесін тауып аламыз. Так, бірінші кезекте креатинин. Так, осы значение бізге керек болады. Мынау бізде диапазон бірінші уровеннің, мынау екінші уровень, мынау үшінші уровень. Мынау 62,5-177 дегенде средний значениесі. Бізге бірінші кезекте диапазон керек болады. Біз қазір бірінші уровень өзгертіп жатқандықтан, давайте бірінші уровень туралайық. 50-75 дейді. Так, бізде мынау алдыңғы 4 қатар керек болмайды. Пока что. Осыларды өшіреміз. Так, 50 және 75. И мына жерде оң жағында рассчитать кнопка бар. Өз средний значениесін есептеп береді. Так, бізде 62,5. Тура осы екі значениені жоғары көшіріп жазамыз. 62.5 астына 6.25. И біз готово деген кнопканы басамыз. И дальше готово деген кнопканы басамыз. Так, осындай предупреждение шығады, потому что сіздерде контрольне ауысқандықтан. Так, бізде график бойынша қарайтын болсақ, бірінші креатинин, мультичем. Вот, 50 және 75 өзгерді. Біз экраннан не көреміз? Мына жерде контрольнің результаты былайша айтқанда. Бірінші уровень, екінші уровень, үшінші уровень. Каждый несін басып көрсек, каждый күнделікті соң қойған контрольдің значениесін көре аласыз. Мысалға, бізде бірінші уровендікі 61,5, ал средний 62,5. Ол жақсы шыққан деген сөз. Екінші уровень қараймыз. 185,8, газынау бойынша туралап көреміз. Екінші және үшінші уровенді. И мына үшінші уровень қараймыз 468,8. Так, бірінші уровень дұрыстадық. Енді екінші кезек екінші және үшінші уровень. Многокомпонентный, мультичем и конфигурация. Так, мына жерде бізде жоғары жақта level уровень таңдайламыз. Екінші уровень таңдаймыз және креатинин табамыз. Креатинин и внести данные. Так, алдыңғы 4 қатар пока удалить тастаймыз, потому что біз новый значение енгізіп жатырмыз. Так, бізде
екінші уровеньнің контролі. Так, тоже 144 лот, тоже осы жақтан қарап жазамыз. Так, вот экранда көрініп тұр ма сіздерге? 142-де 213 осыны енгіземіз. 142-де 213 өзі еніп тұр екен, рассчитайте кнопканы басамыз. 177-де 5. Так, 177.5 и 17.75. Готово. Готово. Окей. Так, екінші уровень енді үшінші уровень. Сіздерде контроль качество үш түрлі болуы мүмкін. Үш түрлі емес, үшеу бір контроль, бірақ үш түрлі лотта болуы мүмкін. Сол үшін лотты жақсылап қарап тексеріп аламыз. Так, бізде 139 лот. 139 лоттың қағазын ашамыз қазір бір момент. Так, 139. Бізде табатын болсақ. Креатинин. Вот. 4S95 осы лот керек. Бізде үшінші уровеньде 415-те 622. Осы бізге керек. 415, 622. Мультичем, конфигурация. Так, level 3. Енді креатинин. Так, креатинин, нести данные. Так, 415, 622. И рассчитать кнопканы басамыз. Средний значение шарп береді. Так, 518.5 и мында 51.75. Готово. Окей. Так, енді график бойынша қарамыз. Так, креатинин. Вот бізде үш уровеньде еніп қойды. 415, 622. Осы бойынша қалған реагенттерді осылай торлап шықсаңыздар болады. Сосын екінші кезекте бізде тоже кейде моменттер болады, контроль дұрыс өтпей жатады. Ол үшін калибровочный значение тоже тексеру керек болады. Оны қалай тексереміз? Тоже конфигурация, настройка КГК и ең астында бізде набор калибраторов деген бар. Осын басамыз. Осы жерде отдельный өз группалар бар. CRP-ның калибровкасы, ISO-ның реагенттің калибровкасы, билирубинның калибровкасы, және де консиси, общий калибратор, и MCC. MCC глюкоза және магний кіреді. Основном бізде консисиді көрейік. Так, конфигурация. Так, осы жерден сіздер тоже любой уровень таңдап, внести данные басып, сіздерде қағазда лот бойынша қолыңызда калибратор қандай калибратор, сол значение енгізе бересіздер. Пример біреуін ашып көрейік. Мысалға, қазір 13.78. Бір минут. Так, калибровка. 14 давайте. 14 лот. Пример бізде креатинин. Креатинин бізде 04S95. Так, сіздері көрініп тұр ма? И осы жердегі бізде значение енгізу керек болады. Так, 283-те 8, 351-де 8 микромоль. Так, креатинин. Креатинде екі түрлі значение болады. Қалар реагенттер основном бір значение жанында 0 жүреді. Внести данные. Так, бізде 283-те 8, 351-де 8. 283-те 8. 8 және 351-де 8. 351-де 8, я. Готово басамыз. Окей, басамыз. Готово. Калибровканың значение өзгерткеннен обязательно түрде калибраторды алып, реагентке калибровка жасау керек болады. Осы бойынша дұрыстап, өзгертіп, тексере берсеңіздер болады.